Қайырлы күн, құрметті оқырман және желі пайдаланушылары. Кидстар жобасы аясында өңіріміздегі дарынды, талантты балалардың өнерлерін насихаттау мақсатында Абай атындағы мектеп гимназиясының 2-ші А сынып оқушысы биді жетік меңгерген, түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі болған Мелдебек Айлиннің өнерімен танысатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бидің шығу тарихы. Қазақ жұртында сахна өнері, оның ішінде би өнері бұрыннан ерекше қошеметке ие. Бұл өнер сезімнің, жинақылық пен нәзіктіліктің көрінісін айшықтайды. Оған қоса жұрттың эстетикалық болмысын әспеттейді. Ол халқымыздың мәдениетін дене қозғалыстары арқылы жеткізеді. Музыкалық ырғаққа сай дене қимылы мен қозғалыстар арқылы мың бұралған сан түрлі образдарды бейнелейді. Би көрерменге адамның ішкі жан дүниесі мен мінез құлқында дәлме-дәл жеткізуді мақсат етеді. Тіпті тіл жеткізе алмайтын дүниелерді бимен айшықтауға болады. Одан бөлек, бұл өнердің денсаулыққа тигізер пайдасы да орасан зор. Ол адамның арқа, іш, аяқ, бұлшық еттерін нығайтады әрі сергектік сыйлайды. Және буын мен омыртқадағы зат алмасуын жақсартуға септігін тигізеді. Кидстар жобасы аясында өңіріміздегі дарынды, талантты оқушылардың өнерлерін насихаттау мақсатында Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп гимназиясының 2-ші А сынып оқушысы Мелдебек Айлиннің өнерімен танысатын боламыз. Сәлем, Айлин, қош келдің. Сәлем. Енді кезекті сұрақтарға келсек. Айлин, сен биге қатысып жүргеніңе қанша уақыт болды? 1 жыл болды. Мен Қытай кезінде балабақшада көп билер үйренгенмін. Рас саған, Айлин. 1 жыл бойы қатысып, осыншама жетістіктерге жетіпсің, иә? Соның бірін таныстырып кетсең. Мен бірінші рет биге қатысқаннан алғанмын. Өте жақсы. Мен Шымкент қаласында бас жүйе. Өте тамаша, өте талантты қыз екенсің, Айлин. Биден басқа саған қандай үйірмелер ұнайды? Маған сурет салған ұнайды. Айлин, сен халқымыздың атақты қандай бишілерін білесің? Шарапа апамыз бар, Шұғыла апамыз бар, тағы да бишілер көп болады. Жақсы, Айлин. Сенің қазіргі уақытта ұстазың кім? Жәнеке Үрімхан қызы. Сен жарыстарға шығар кезде психологиялық тұрғыда өзіңді қалай дайындайсың? Маған көбінесе анам көмектеседі. Маған ұмыт қалмаш. Айлин, сен кітапханаға барасың ба? Соңғы оқыған кітабың қандай? Мен кітапханадан қызықты ертегілер оқығанды қатты ұнатамын. Айлин, енді отбасың жайлы айтып берсең. Біз үйде 5 адамбыз. Менің ата-аналарым, сіңілім, інім бар. Айлин, енді логикалық сұрақ жауап ойынына қалай қарайсың? Жарайды, ойлайық. Ендеше бірінші сұрақ. 2 бала шахматта 2 сағат ойнады. Әр бала қанша сағаттан ойнайды? 2 сағаттан ойнайды. Жарайсың. Саябақта 6 орындықты неке ойып қойды. Қанша орындық қалды? 6 орындық қалды. Жарайсың. Допты лақтырғанда, доп сол ізімен кері қайту үшін оны қалай лақтыру қажет? Төбеге лақтыру керек, сосын ол өз орнына келеді. Өте тапқыр екенсің. Келесі сұрақ. Теңізде қандай тас болмайды? Құрғақ тас болмайды. Жарайсың, Айлин. Ашық әрі шынайы жауап берген үшін көп рахмет саған, Айлин. Егер сіз де дарынды, талантты болсаңыз, дайретке жаза кетіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.